Біздің заманымыздан бұрынғы 11-9 ғасыр Грекияда діни наным сенімдер пайда болды. Ежелгі гректерде 40 шақты құдайлар болды. Нектар дегеніміз гректердің құдайларының ішетін сусыны болды. Амбриози дегеніміз өлімсіздік дәрісі. Жақсы. Келесі, Зевс. Зевс ол найзағай құдай, Гера Зевстің әйелі аспан құдайы, Афина соғыс пен данышпанды құдай, Аид жерастың өлім құдайы, Посейдон теңіз құдайы, Дионис шарап құдайы, Гелиос күн құдайы, Арес соғыс құдайы, Кефис теміршілік пен ұсталық құдайы, Артемида аңшылық құдайы, Демета табиғат пен егіншілік құдайы, Аполлон қолөнер құдайы, Афродита махаббат құдайы, Гермес сауда мен хабаршылық құдайы, Сатирдер мен нимфалар орман құдайы, Прометей жер құдайларының немерелері, басқаша олар Отырғыларға келуші. Отырғыларға келуші дейміз, жақсы. Түсінікті ғой?